Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Достар, сіздермен бүгін дәл осындай жұмсақ дәмі тіл үйіретін үй жағдайында бірақ жұмыртқаның көмегімен істелінетін торт. Екі бірдей тортымыздың рецептімен бөлісетін боламын. Жай ғана бір жұмыртқаның көмегімен екі торт істеп шығаратын боламын достар. Барлығыңыз таңғалып отқан шығарсыздар, осындай бір жұмыртқаның көмегімен қалайша екі торт деп. Онда менің видеомды соңына дейін бақылап қарап отырыңыздар. Достар, менің арнама тіркеліп, подписация жасап, лайк басып, комментария жазып және қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай менің рецепттерім сіздерге қызықты болса, көріп отырыңыздар. Маған керекті ингредиенттер: разрыхитель, ванилин, бір жұмыртқа, сгущенное молоко және ұнымыз қажет болады. Барлығын осындай таразының көмегімен өлшеп аламын. Тек ұнды ғана өлшейміз, барлығы өзінің граммен салынады. Бірінші жұмыртқамызды жарып, жақсылап шолқының көмегімен араластырып аламыз. Осылай сгущенное молокомызды қақпағын ашып, барлығын салып аламыз. Жұмыртқамыздың үстінен осылайша салып, жақсылап шолқымыздың көмегімен бір келкі масса шыққанша араластыратын боламыз. Осылай барлығын салып, сгущенное молокомыз бізде 330 грамдық, барлығын саласыздар достар. Осылай барлығын бір келкі араластырып, осылай разрыхителімді саламын. Разрыхитель 18 грамдық, бір разрыхительдің барлығын саласыздар. Осылай салып болғаннан соң бір араластырып, ванилинімізді саламыз. Ванилин негізі қажетті емес, если салам, мен салдым, ол 1,5 грамдық ванилин. Және барлығын араластырып, осылай 650 грамдық ұнымды екіге бөліп, бір бөлігін шолқының көмегімен жақсылап араластырып алдым. Сіздердің сгущенное молоколарыңыз если қоюлау болып қамырларыңыз дұрыс шықпай жатса, азырақ қаймақ қоссаңыздар болады достар. Осылай ұнымыздың көмегімен қалғанын жақсылап қолмен иілеп қамыр жасадым. Міне дәл осылай қамыр шығады достар. Осы қамырымызды 5 минутқа тындырып, 5 минуттан соң міне алып жатырмын достар. Осы қамырымды 10 бөлікке бөліп аламын. Жақсылап бөліп, барлығын бір келкі етіп жайып, және кішкене ұнымыздың көмегімен жаятын боламыз. Ұнымызды сеуіп, осылай оқтауымызбен жайып шығатын боламыз. Барлығын осылай жайып алғаннан соң, осылай мен торт жинайтын немнің көмегімен осылайша кесіп алатын боламын. 18 мм ғып кестім барлығын достар. Менде қалған қамырларынан тағы да осындай дөңгелек корждар жасадым және 13 үштік шықты. Осылай қызып тұрған табамызға салып, бір бетін қызартып, екінші бетіне аударып, оны да қызартып аламыз осылай. Міне достар, менің барлық корждарым дайын. Осы корждарымды мен екіге бөліп аламын. Мендегі барлық корж 13 штук. Және достар, мен креміне осындай магазиндегі қаймақты қолданамын және сахарный пудраны қолданамын. Екеуін бір ыдысқа салып, қаймағымызды салып, және сахарный пудрамызды салып, екеуін бір келкі масса етіп, осындай қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, крем шығарамын достар. Осылай қылып. Сіздер әртүрлі крем қолдансаңыздар болады, дәл мен істегендей болмаса да. Және осындай корждарын екіге бөліп, барлығына бірме-бір осылай жағып, үстіне қойып, кремдерді жағып, міне осындай дәмді торттар дайын болды достар. Істеп жасап көріңіздер. Менің рецепттерім ұнаса, менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Менің инста парақшам видеоның соңында тұр достар. Осы инста парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Маған подписация жасап, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің істеген заттарым сіздерге сообщение болып келіп тұратын болады достар. Менің осындай істеген нәзік үй жағдайында жасаған тортым ұнаса, рецептін описание бөлімінде қалдырамын достар. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, үйдегілеріңізді риза қыласыздар. Сіздермен болған Алмагүл.